Нағыз байлық қай байлық? Байлық адамдардың құштар болып сүйетін, көбейген сайын көбейтуге, қосылған сайын қосуға, жинай беруге, ие беруге құмарланып, өзгеге қимайтын, көзі тоймайтын, азайып кетсе кедей болып қаламын деп қорқатын, молайған сайын аз көрінетін терең тұңғиық жаратылыс. Алма ағаштың гүліндей, тоты құстың жөніндей құлпырып, өзгеріп түрленіп, кей пенделердің құлқынын құртып, есінен танырып, өзіне табандырып, артынан ертеді. Оның терең тұңғиығына өзіне қонушыларды бәсеке, бақталас, сән-салтанат, дүние қоңызы, қызғанышы, алда барбу, сараңдық, зомбылық, парақорлық, жемқорлық, ысырап, ұрлық, тонау, басқыншылық табысы салып түбіне тарта береді. Байлықты басқа теуіп қарбаға жеккен, есектей қызмет жасады мемлекетіне, халқына, дініне, қоғамға, қоршаған ортаның пайдасы үшін жаратып, жан-жағына ай мен күндей нұрын төккізген қанағатты, жомарт, ынсапты, ақыл иелері үшін қоршау жорғалап қызмет етеді. Артынан еріп қалмайды. Таздай қатқан сараң, өзгені қойып, дүние байлығын өзіне қимайтын пенделерді құныққан сайын құндылықтарға өзіне құл етеді. Қазақтың кейбіреулері дүниенің құлы деп жататыны осыдан. Қасиетті Құран кәрімде әйелдер, балалар, алтын мен күміске толы қазыналар, өзіне ғана тән белгілері бар асыл тұқымды сәйгүліктер, төрт түлік мал және егін жай сияқты нәрселерді адам баласына жан-тәнімен жақсы көреді. Асылында бұлар дүние тіршілігінің өткінші қызы ғана. Ең тамаша жай адамдардың жүрегі тыныш табатын мекен Алланың қасында делінген. Әли Имран сүресі 14-ші аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі түрлі адамға қызығушылықпен қарауға болады. Алланың берген байлығын түскенше хақ жолына жұмсаған, атылмай жомартқа, және Алланың бойына дарытқан, даналығымен билік айтып өзгелерге даналық тәрбие үйреткен данышпандарға дейді. Хазіреті Әлиден бір жайт келіп, толық нағыз байлық қайтсең табылады деп сұрапты. Әли айтыпты, қанағат ете білсең, қанша мал дүниесі көп болса да қанағатсыз дүние байлыққа тоймайды. Барып аз да болса қанағат ете білсе, бұл пенденің жүрегі жайда тыныштық болмақ. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, нағыз байлық дүниенің асыл тегілік көптігінде емес, нағыз байлық бара қанағат ету, адамға жан сарайының тазалығының байлығы деп өсиет еткен. Ораза айт жоралы жұртымыздың төл діни мерекесі. Ертеректің қара шаңырағының иесі қазақ халқының хақ дінді қабылдағанына ұзын ырғасы 1000 жылдан астам уақыт болды. Осы 1000 жылдан астам мезгілдегі тарих қабаттарында мұсылмандық құндылықтар мен ұлттық салт-дәстүрлер астасып, қойындасып, бір-бірімен біте қайнасты. Оның жарқын дәлелі Алланың шариғатындағы бұйрық бұйымдар мен өзге де құндылықтарды бүгінде Аллаш баласы өзінің рухани меншігі мен төл денесіне айналдырып үлгерді. Соның бірі 30 күнгі оразадан кейінгі дүйім жұрттың арқа-жарқа болып тойлайтын діни мерекесі ораза айт десек сірә қателеспейміз. Мұсылман үмбеті 30 күн оразадан кейінгі шәуәл айының алғашқы 3 күнінде ораза айт мерекесін тойлайды. Анығында Алла елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, бастамасымен мұсылмандар алғаш рет ораза айт мерекесімен хижраның 2-ші жылы 620 жылы атап өткен еді. Бізге жеткен салихалы деректерге қарағанда, исламға дейін Мәдина халқының әрбір жылғы тойлайтын екі мерекесі болған. Хақ елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, Мәдинеге қоныс аударғанда ондағы әуес пен хажраж арабтарды тойлайтын мейрамдарын көріп, бұл қандай мереке деп жөн-жосығын сұрайды. Мәдиналықтар жахилият дәуірінен бері тойлап келе жатқан мерекеміз деп жауап береді. Жақсылық жаршысы болған хақ елшісі, Алла тағала сіздердің бұл мерекелеріңізді фитр, ораза айты мен ақтқа құрбан айты етіп өзгертті. Әбу Дауд деп үмбетіне мұсылманды нақышта қос мерекесінің негізін салып береді. Алла елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, осы хадис шерифіндегі фитр мерекесі 30 күн оразадан кейінгі ораза айт мерекесі еді. Осылайша Алла елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, жол салумен екісі мейрамдар және иләхи қос мереке ораза айт және құрбан айтпен алмастырылды. Ораза айттың фитр мерекесі аталған себебі мұсылман қауымы Рамазан айының соңына дейін пітір садақасын береді. Малики, Шафии, Ханбали мазхабтары бойынша пітір садақасын беріп барады. Ал Ханафи мазхабының пітір садақасын тарату уәжіп. Жұмырбасты мұсылман баласы үшін аса жауапты саналған осы амалдың құрметіне бұл мереке фитр деп аталған. Алла елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, өз хадис шерифінде мерекеңізді тәкбірмен намаз безендіріңіз. Ибн Мәжә, Табарани деп мұсылман үмбетін ораза айтты екі бас намаз оқуға шақырған. Хақ елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, және сахабалардың ораза айт намазын қалай оқығаны жөнінде Әбу Саид Худри, Алла елшісі,
Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын. Кейдер ораза айт және Аллахқа құрбан айт мерекесі күндері мұсаллаға баратын, Мәдинаның онда көпшілікпен бірге намаз оқитын, намаздан кейін жамағаттан уағыз насихат айтатын еді. Әбу Дауд. Ханафи мазхабында ғұламалар Құран кәрімнің Кәусар сүресіндегі сондықтан айт намазын оқы деген аяты ораза айт және құрбан айт намазын оқуға жасалған ишара деп біледі. Сол себепті Ханафи мазхабында ораза айт намазын оқу уәжіп саналады. Ал Шафиғи мен Маликиде сүннет муаххада уәжіпке жақын сүннет. Ханбали мазхабында парыз кифая үкім берілген. Фиқ кітаптарында үкім бойынша ораза айт намазы күн найза бойы көтерілген сәске күн шыққаннан кейін 45 минут өткен соң мезгілде мешіттерде оқылады. Мәшһүр ғұлама Ибн Ғазали өз шығармасында ораза айт мерекесі күні барлық періштелер таң алау кемде жер бетіне түсіп, уа Мұхаммедтің үмбеті, оянып сыртқа шығыңыздар, Алла Тағала сіздердің барлық күнәларыңызды кешіреді деп ораза ұстаған мұсылмандарды ізгі хабармен сүйіншілейді. Алла Тағала мұсылмандардың ораза айт намазын оқыған мешіттерге келгенін көріп, сендер куә болыңдар, мен оларға шексіз ризамын, оларды кешіремін дейді имам Ғазали. Ораза айт күнінің қасиеті туралы Алла елшісінің Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын көптеген хадистер бар. Соның бірінде рахмет есіктері 4 түнде айқара ашылады. Ол түндері жасалған дұға тілек пен тәубе кейін қайталанбайды. Ол түндері фитр ораза және айтқан құрбан айт бірінші күні парағат және арафа күндері исфағани деп аталған. Сондай-ақ Уахаб ибн Мұнабихтың жеткізуіне қарағанда Алла Тағала жұмақты осы ораза айт күні жаратып, Туба жанаты өсімдік ағашын осы күні еккен. Жәбірелді алейхиссалам де осы күні пайғамбарға уахи түсіретін періште ретінде тағайындаған. Перғауынның сиқыршыларының тәубасын да осы күні қабыл еткен. Осы күні іблістің әскерлері бас қосып сізге неге көңілсіз деп сұрағанда ібліс Алла Тағала бүгін мұсылмандарға кешірім берді, енді оларды қайтадан нәпсісіне бағындыру үшін жұмыс істеуіміз керек деп мұсылман қауымының ғафу етілгенін қатты өкінеді. Жапар бин Мұхаммедтің жеткізуіне қарағанда Алла елшісі Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын ораза айт мерекесі күндері әдемі киімдер киіп жүретін, ораза айт намазын оқымай тұрып май мен құрма жеген. Қазан ас-Сабит 2 айтты да хақ елшісі бізге әдемі киімді жұптар иіс себілді жағдайға қарай семіз малды шалды бұйыратын еді дейді. Осы хадиске орай ғұлама мұсылмандар ораза айттың таң сәресінде бой дәрет алып, тістерін тазалап, мұнтаздай һәм әдемі киімдерін киіп, намазынан бұрын садақа беріп, мешітке барып, уағыз насихат тыңдаудың мұстахаб сүйікті амалы екенін айтады. Алла елшісінің Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын көзі тірісінде кең көлемде аталып өтілген ораза айт мерекесі кемеңгері 4 халифа Әзіреті Әбу Бәкір, Хазіреті Омар, Хазіреті Осман, Хазіреті Әли дәуірлерінде, одан кейінгі Омайя мен Аббас мен Осман кезеңдерінде дүйім мұсылман үмбетінің ардақты мерекесіне айналды. Төл тарихымызға келер болсақ, Мәуернахр өлкесінде құрылған Саммани, Қараханы, Газнауи, Хорезм, Шах мемлекеттерінде өмір сүрген мұсылман ғұламаларының мишнаттарында ораза айт туралы мәліметтер көптеп кездеседі. Алтын Орда және қазақ хандығы дәуірінде ораза айт мерекесі көшпелі қазақ қоғамының төл діни мерекесі болып бекіді. 30 күн ауыз бекіткен ағайынның ораза айт күні пейілі періштедей пәк күйік кеудесі хақ шұғыласына малынады. Берекелі шақта бір-біріне деген жылуар сезім атқақтап айт құтты болсын деп алғыс тілек айтып, ақ түйенің қарнын жарып арқа-жарқа болып, ұран атырып той жасайды. Халқымыз ораза айт күні жетімді жібіп, есігін жұбатып, бағана болып мүсәпірге ақ дастархан жаяды. Кең пейілі дариядай тасыған жұрттың ораза айттың көңіл тұтастығы артқан үстіне арта түседі. Олай болса, Алла Тағала халқымызды осындай қуаныштан айырмасын, әрдайым айттан айтқа аман-есен жетіп, ұлтымыздың мерейі тасып, бірлігі мен тірлігі арта берсін деп тілейміз.